Зейнетақы қорындағы шотыңызды тексеріп тұрасыз ба? Қордағы артық ақшаны шығармақ болған салымшылар тосын сыйға тап болды. Шектік мөлшерден асатын қаражат бір ай бұрынғыдан азайып қалған. Бұған не себеп? Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры не дейді? Мән-жайды Гүлвира Сейтенова анықтап көрді. Дина Бүкенбаева зейнетақы қорындағы артық ақшасын отбасы банкіндегі депозитке салуды жоспарлап жүрген. Желтоқсан айындағы жарнасы түскен күтіп шотын бірақ тексергенде жинақ сомасы бұрынғыдан әлде қайда азайып қалғанын байқайды. Сумма стала меньше. Первый раз на 4000. Жинақтаушы шотымдағы сома әуелі 4000 теңгеге, содан кейін тағы 22000 теңгеге азайған. Аң-таң болдым. Зейнетақы қорына хабарласып едім, себебін айта алмаймыз, кеңсеге келіңіз деп жауап берді. Зейнетақы жинағындағы сандардың өзгергенін аңғарған Дина ғана емес, жасына сай ең төменгі жеткілікті шегінен асып тұрған ақшаның 70 мыңға, кейбірінде тіпті 100 мыңға кем қалғанын көрген жұрт оның себебін білмейді. Ал мән-жайды түсіндіруді сұрап, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына хат жаздық. Сұрауымызды 5 күн қараған қор өкілдері ақыр соңында бейнекамераға сөйлеуден бас тартып, жазбаша жауаппен құтылды. Зейнетақы жинағындағы инвестициялық кіріс мөлшері құбылуы мүмкін. Соманың азаюына ішкі және сыртқы нарықтарда зейнетақы активтері инвестицияланған қаржы құралдарының нарықтық бағасының өзгеруі әсер етеді. Зейнетақы жинақтары ұзақ мерзімді инвестиция. Сол себепті инвестициялық кірістердің мөлшерін кем дегенде бір жыл ішінде талдаған жөн. Айлық, апталық, қысқа мерзімді деректер көрсеткіш бола алмайды, өйткені олар нарықтық жағдайдың тұрақты өзгеруіне тәуелді. Қор өкілдерінің айтуынша өткен жылы инвестициялық кіріс айтарлықтай өскен, бірақ қаңтар айында қаржы құралдары нарықты қайта бағалау нәтижесінде ол біршама төмендеді. Сондықтан бір жолғы зейнетақы төлемін қолданған кезде қолжетімді сомадан сәл аз көрсетуді кеңес етеді мамандар. Айтпақшы, салымшылардың былтырғы инвестициялық кірісі зейнетақы жарналарының көлемінен асып түсіп, 3,4 триллион теңгеге жетіпті. Қазір қорда 22,8 триллион теңге жатыр. Өткен жылы ел тұрғындары үй алуға және тіс емдетуге зейнетақы қорынан 610 миллиард теңге шығарып алған. Гүлвира Сейтенова, Берік Нұрсәлімов, 7-ші арна.